мұнай құбыры басқармасы Жуантөбе мұнай-айдау станциясының электр дәнекерлеушісі Бағдат Лақбаев бұған дейін Түркістан облысының көлемінде де мұнай тасымалы саласында да талай өнертапқыштық ұсыныстарымен көпшілікке танылған болатын. Атап айтсақ, ән салатын электронды бесікпен қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде Қазтрансойлдың алтын сегіз қағидасын баяндайтын аудиодыбыстық ескерту, жылжымалы сахнасы бар киіз үй, автоматты гараж, қауіпті ескертетін дыбыстық ескертулер, су электр станцияларының макеті, қыста өрт сөндіретін құдықтардың мұз боп қатпас үшін жылы қақпа ойлап тапқан басқа да өнертабыстары жетерлік. Оның өнертапқыштық ұсыныстарының біразы компанияда жеңімпаз деп танылып, ақшалай сыйлықтарға да ие болды. Кейбір өндіріске енгізуге пысықталды. Әріптесіміз ойлап тапқан аудионұсқаулық несімен ыңғайлы, Бағдаттың өзі айтсын. Алдарыңызда тұрған аудионұсқаулық бұл біздің Қазтрансойлдың 8 алтын қағидасын қазақша және орысша тыңдауға арналған, және де кез келген нысанда біздің инструктаждарымызда аудио форматта қазақша орысша тыңдауға арналған. Бұл екі флеш қазақша орысша флешкаға басылып, ішіндегі мазмұндар тұрады қасында, соның кез келген цифр арқылы таңдап аудио форматта тыңдауға арналған. Бұл уақытты және де ашқа келетін кісілерге өте ыңғайлы. Алақандай ауылдан шыққан Бағдат бала кезінен ерекше заттар ойлап табуға құмар болған. Ең алғаш 22 жасында электронды бесікті ойлап табады. Электронды заманауи бесіктің ерекшелігі бала жылаған кезде автоматты түрде қосылып сәбиді тербетеді. Бағдат ойлап тапқан жобаларына қазақ халқының болмысы мен дүниетанымын қосуға тырысқан. Бұл электронды бесік қол тимей жатқан аналарға өте пайдалы нәрсе. Бұл мысалға баланың дыбысымен жылаған кезде өзі тербеледі. Мысалға болған бесік жырын және де өзі анасының даусын басып флешкаға бала жылаған кезде 1 минут арқылы тербейді. 1 минуттың ішінде бала қойса, бұл да қояды. Ал бала ары қарай жылауын жалғастыратын болса, түнгі жарық бар, автономды. Ол түнгі жарық беріп, балаға жылаған кезде тербейді. Қашан бала жылауын тоқтатқанша бұл аппаратта өз жұмысын жасап тұрады. Әріптесіміз Бағдат Лақбаев мұнай тасымалы саласына ғана емес, қоршаған орта мен қоғамға да пайдасы тиетін бірқатар жобалар ойлап тапты. Соның бірі дыбыстық қозғалыс арқылы ескерту жүйесі. Мұның ерекшелігі құрылғыны кез келген мақсатқа пайдалануға болады. Қай жерде қауіпті жағдай бар, сол аумаққа лайықтап орната аласыз. Мәселен, қалалық жерде трансформаторға балалар кіріп кетпес үшін сол аймаққа осы дыбыстық ескерту жүйесін қойып қоюға болады, дейді жоба авторы. Внимание, вы вошли в зону повышенной опасности. Мысалға біздің кез келген қауіпті аймақтарға, мысалға біз жер ШСУ 10-4 киловатт нысанында тұрмыз. Мысалға біз жерге келген адам рұқсатнамасымен, мысалға бұл құлтанады, оны кіретін адам, мысалға күнделікті жазылып, осы кілтті рұқсатпен алып кіреді. Рұқсатпен алып кірген адам, мысалға бұны ашып, ішіндегі біздің құрылғымды өшіріп кіреді. Ал бұны өшіріп кірмеген жағдайда, рұқсатсыз бұлай кірген жағдайда қауіпті аймаққа. Бұл ескерту жүйесі адамның кіргеніне қарай датчик движение арқылы, қозғалыс арқылы ішке кірген адамға нұсқаулықты ескертіп, қауіпті аймақ екен ретінде. Қашан бұл аймақтан шығып кеткенше, рұқсат алғанша ескерту беріп, ескертіп тұрады бұның. Бағдаттың ойлап тапқан өнертабыстарының ішінде автономды гидроэлектростанция да бар. Жоба өзендерге, яғни ағын суларға есептелініп жасалған. Мысалы, Шымкент қаласындағы Бадам өзенінде компанияның ысырмалары бар. Автор су электростанциясын сол жерге қосалқы энергия көздері ретінде пайдалануымызға болатынын айтады. Бұл өзендерге арналған. Мысалға біздің Қазтрансойлдың өзені бар аймақтарға қосалқы энергия көзі ретінде пайдалануға болады. Бұл да автономный гидроэлектростанция. Екінші станциям бұл ешқандай өзен көлдердің қажеті жоқ. Бұл өздігінен судың көмегімен махабига арқылы өз-өзіне доға айналдырады. Бұл да 12 киловаттан 500 киловаттқа дейін энергия көзін алуға болады. Талантты әріптесіміз Бағдат өндіріске ғана емес, қазақтың салт дәстүріне қажетті ерекше бірегей жобалар ойлап тапқан. Ол биіктігі 4 метр жылжымалы киіз үй. Оны кез келген мақсатқа, кез келген жерге көлікпен апарып орнатуға болады. Жылжымалы қар үй сахнасымен дейді. Бұл жылжымалы қар үй сахнасымен мысалы 2 бөліктен тұрады, астыңғы, үстіңгі бөліктер тұрады. Бұл астыңғы бөліктерінде мысалы қонақ күтуге, кез келген ұйымдастыруға, дөңгелек үстелдер дейді мысалға, жиындарды бәрін ұйымдастыруға болады. Және де 4 мезгілге арналған. Оның үстіңгі бөлігі де, астыңғы бөлігі де жан-жақта жиналады. Бұл жартылай жиналып, мысалға, сахнаға айналады.
кез келген жерге мысалға қонақтарды күтіп, артынан мысалға концерттік бағдарлама болмаса, тағы да наурыздарымыз бар, мейрамдарымыз өткізгенде өте ыңғайлы. Үстіне жиналыстар кішкентай бөлігіне, үстіңгі бөлігіне. Шағын жиналыстар астына үлкен жиналыстарға 2 зал болып есептеледі. Ескерту, қауіпсіздік көзделген кейініз. Компаниямызға қарасты станцияларда өндіріске қажетті түрлі қондырғылар бар. Олармен қауіпсіз жұмыс істеу әрбір мұнай құбыршының басты міндеті. Ал осы жұмысты оңайлату үшін Бағдат құрылғыларға дыбыстық нұсқау орнатты. Бұл дыбыстық нұсқаулықты ескерту жүйесінің ерекшелігі, біз кез келген жұмысшы станоктың жұмыс істер алдына қосқан кезде, станокты қосардың алдында бірінші дыбыспен қазақша, орысша нұсқаулықты ескертеді. Ашкиді тағуды және де нұсқаулықтарды ескертуді. Бұның ерекшелігі жұмыс істер алдында адамдар ілініп тұрған плакат, тағы да басқа да жағдайларда күнделікті мән бере бермеуі мүмкін. Сол жағдайда бұл тікелей адамға, жұмысшыға ескертуді тапсырады. Бұны жұмысшы оны тақпайынша, ескермейінше, бірінші ескерту бермейінше бұл станок қосылмайды. 16 секундтың ішінде дыбысты аудио айтылады, одан кейін барып станок жұмыс істеуге рұқсат беріледі. Бағдаттың уақыт ағыны деген ескерткіш жобасында қазақтың тарихы мен көшпенді халық екенін көрсетуге тырысқан. Сол арқылы жылнамалар рет-ретімен айналып тұрады және нақыл сөздер көрсетіледі дейді. Қазақтың нақыл сөздері, қанатты сөздерін айналдырады. Мысалға сол айналып келген сөз, мысалға өзін айналдырған адам, мысалға алдына қандай сөз келеді, сол арқылы өзіне шабыт қанат алғандай болады қазақтың сөздерінен. Бұдан басқа мұнай тасымалын қамтамасыз ететін станция үшін өртке қарсы құдықтарды жылы ұстайтын қондырғы ойлап тапты. Осы қондырғысы үшін компания қорғау картасы бойынша сертификат пен қомақты сыйақы тағайындады. Бағдат Лақпаев ең алдымен интернеттен және басқа да дерек көздерінен жасағалы жатқан жобасы еш жерде жоқтығына көзі жеткенде ғана жасауға кірісетінін айтты. Өзінің өнертапқыштық жұмыстарының біразына Астанадағы зияткерлік орталығынан патент алған. Әріптесіміз мұнымен шектеліп қалмай тағы да ізденіске түсетінін атап өтті. Осындай әріптестер өзге жас мамандарға мотивация сыйлайтыны сөзсіз.